Ұлттық киім ұлықталды. Ұлттық киімдер насихатталған тағы бір іс-шара Дінмұхамед Қонаев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасында өтті. Жастар мен ақ жаулықты әжелер бас қосқан игі жиында танымдық әңгімелер айтылып, ұлттық киімнің маңыздылығы кеңінен насихатталды. Ұлттық киім ұлтымыздың айнасы. Ол белгілі бір ұлттың мәдениеттің бет-бейнесін көрсетіп тұратын ғажайып дүние. Оның эстетикалық этномәдени қоғамдық мәні де орасан. Осыған орай Зере әжелер клубының ұйымдастыруымен 2-ші жыл өткізіліп отырған ұлттық киім ұрпаққа мұра танымдық шарасы ұйымдастырылды. Аспара мәнерлік өнер және бизнес колледжінің білімгерлері ұлттық киімдерінің көрсетілімін көрсетті. Қатысушыларды алдағы уақытта ұлттық нақыштағы киім кию дәстүрін наурызбен акциялармен ғана шектемей, оны трендке айналдыру қажеттігін айтты. Қазақтың ұлттық киімі бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан құнды дүние. Оны біз келер ұрпаққа осы қандай бар түрінде сақтап соларға жеткізе білуіміз керек. Сондықтан да осындай іс-шараларды көп өткізіп, өзімізге кітап оқуға, әрине жаңағы осы күнделікті тек қана той-думанда ғана емес, әрине традиция дейді ғой, орысша қазақша айтқанда, күнделікті біздің жаңағы ұлттық киімді насихаттап киіп жүруге біз оларды тартуымыз керек. Сонымен қатар іс-шарада ұлттық киім асыл мұра кітап көрмесіне библиографиялық шолу жасалынды. Ал Зере әжелер клубының мүшелері қатысушыларға жас ерекшеліктеріне байланысты киімдер көрсетілімін жасады. Гүлнар Тайжан, Аружан Меркібай, Аңсар Тілепберген, Нұрбол Қыстаубек, 24 News.